Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір математика сабағы. Балалар, сабағымыздың тақырыбын анықтамас бұрын мына суреттегі заттарға назар аударайық. Суретте нелер бейнеленген? Олар қалай орналасқан? Бұл сұрақтарға бірге жауап беріп көрейік. Есек төменде, әтеш жоғарыда тұр. Ит есектің үстінде, ал мысық әтештің астында тұр. Жақсы балалар. Біздер суреттегі заттарды орналасу реті бойынша айтып шықтық. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заттардың орналасуы деп аталады. Балалар, сіздер бүгінгі сабақта заттардың қоршаған ортадағы орнын анықтауды үйренесіздер. Біздің айналамыздағы заттардың кеңістікте бір-біріне қатысты орналасуын мынадай сөздер сипаттайды. Олар оңға, солға, алдында, артында, жоғары, төмен, ішінде, сыртында, ортасында, үстінде, астында деген тірек сөздер. Сіздер балалар, осындай тірек сөздерді пайдалана отырып, бүгінгі сабаққа қатысты берілген тапсырмаларды орындап үйренесіздер. Енді ойын ойнайық. Бұл ойын мысықтарды тап деп аталады. Ол үшін сіздер жоғарғы, төменгі, сол, оң, алдыңғы, артқы деген сөздерді пайдаланасыздар. Қане, бірге ойнайық. Мысықтарды бірге іздеп табайық. Сөренің жоғарғы жағында бір мысық жатыр. Столдың төменгі жағында келесі мысық жатыр. Үшінші мысық терезенің алдында жатыр. Бір мысық перденің артқы жағында жасырынып тұр. Ал келесі мысық диванның үстінде отыр. Ол мысық қуыршақ пен қонжықтың ортасында, және қуыршақтың оң жағында, қонжықтың сол жағында отыр. Жарайсыздар балалар. Енді әрі қарай оқулықта берілген тапсырмаларды бірге орындайық. Мына суретке назар аударыңыздар. Бұлар балықшылар. Балалар, сіздер суреттегі заттарды орналасу ретіне қарай сипаттап айтып беріңіздер. Қане, тапсырманы бірге орындайық. Қасқыр мен түлкі өзенге балық аулауға келді. Түлкі өзеннің оң жағына, қасқыр сол жағына орналасты. Өзеннің ортасында қоға өсіп тұр. Жоғарыда күн сәулесі жарқырап тұр. Өзеннің сол жағындағы ағаштың жоғарғы жағына құстар ұя салыпты. Қасқырдың сол жағында балық салынған шелек тұр. Құс жоғарыда ұшып жүр. Қасқырдың артқы жағында саңырауқұлақ өсіп тұр. Жақсы балалар, заттарды орналасуына қарай сипаттап айтып шықтық. Енді шығарып көр айдарына назар аударайық. Суретке мұқият қараңыздар. Суреттегі заттар қоянның қай жағында орналасқанын айтып көрейік. Олар суы бар шелек, сәбіз салынған жәшік, көк шөп салынған себет және қасқыр. Қане, бірге айтайық. Суы бар шелек
қоянның алдыңғы жағында, қасқыр артқы жағында орналасқан. Сәбіз салынған жәшік қоянның оң жағында, көк шөп салынған себет қоянның сол жағында орналасқан. Енді мына сұраққа бірге жауап берейік. Егер қоян оңға бұрылса, онда ол заттардың орналасуы қалай өзгереді? Солға бұрылса ше? Қане, ойланып жауап берейік. Егер қоян оңға бұрылса, онда қасқыр қоянның оң жағында, суы бар шелек қоянның сол жағында орналасады. Сәбіз салынған жәшік қоянның алдыңғы жағында, көк шөп салынған себет қоянның артқы жағында орналасады. Ал қоян солға бұрылса, бұл заттардың да орналасу реті өзгереді. Егер қоян солға бұрылса, суы бар шелек қоянның оң жағында, қасқыр қоянның сол жағында орналасады. Көк шөп салынған себет қоянның алдыңғы жағында, сәбіз салынған жәшік қоянның артқы жағында орналасады. Жақсы балалар, енді сәл ойланайық. Егер қонжық көжектің сол жағында отырса, онда көжек қонжықтың қай жағында отырады? Дұрыс балалар, егер көжектің сол жағында қонжық отырса, онда көжек қонжықтың оң жағында отырады. Жарайсыңдар балалар. Әрі қарай келесі тапсырманы орындаймыз. Бұл әңгіме құрастыр тапсырмасы. Балалар, бұл жерде суреттер мен бүгінгі сабаққа қатысты тірек сөздер берілген. Соларды қатыстырып, әңгімені бірге құрастырайық. Күн жоғарыда, үй төменде. Үйдің оң жағында алма ағашы бар. Үйдің алдында гүл өсіп тұр. Алма ағашының сол жағында алма түсіп жатыр. Жақсы балалар, әңгімені дұрыс құрастырдыңыздар. Енді жұмыс дәптеріне кезек берейік. Бірінші тапсырма. Мәшинелерді боя. Алдында кетіп бара жатқан мәшинені қызыл түспен, одан кейінгі мәшинені көк түспен, сары мен көк түстің ортасындағы мәшинені қоңыр түспен боя. Дайынбыз ба балалар? Ол үшін бізге түрлі түсті қарындаштар қажет болады. Қане, мәшинелерді бірге бояйық. Алдыңғы мәшинені қызыл түспен боямыз. Келесі мәшинені көк түспен. Сары мен көк түсті мәшиненің ортасындағы мәшинені қоңыр түспен бояймыз. Балалар, соңғы мәшиненің түсі қандай болады? Әрине, сары түсті болады. Жарайсыздар балалар. Енді екінші тапсырма. Иттердің аттарын жаз. Тапсырманы мұқият тыңдаймыз. Ақтөс ортада отыр. Ақтөстің оң жағында бөрібасар отыр. Ал сол жағында ақтабан отыр. Қане, иттердің атын бірге жазайық. Ақтөс ортада. Бөрібасар ақтөстің оң жағында. Ал сол жағында ақтабан отыр. Жарайсыздар балалар.
Бүгінгі сабаққа қатысты тапсырмаларды жақсы орындадыңыздар. Олай болса, қайталайық. Балалар, бүгін сіздер заттардың қоршаған ортадағы орнын анықтауды үйрендіңіздер. Және ол үшін тірек сөздерді пайдаланып, барлық тапсырманы сәтті орындап шықтыңыздар. Енді мен сіздермен қоштасамын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.